Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен Динара. Бүгін сіздерге оригинал американдық печенье рецептісімен бөліскім келіп отыр. Басқа печеньелардан американдық печеньелардың ерекшелігі бұл құрамында шоколадты тамшылары бар және сұлы қауыздары бар, яғни овсяные хлопья. Печенье өте жұмсақ болып шықты әрі дәмді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен ыдысқа қант және ванилин, одан кейін жұмыртқа және сары май қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сұлы қауызын, яғни овсяные хлопьяны блендердің көмегімен ұнтақтап алып үстіне қосамыз. Және ұн мен қопсытқышты үстіне қосып, жақсылап қолмен араластырып аламыз. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр болып шықты. Оның үстіне шоколадты тамшыларын қосып, қолмен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қамырды ас пленкасына салып, видеода көрсетілгендей шұжық түрінде айналдырып аламыз. Осылай шұжық түрінде 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Бізде 1 сағат өтті. Енді ас пленкасын шешіп, шұжықты, яғни қамырды шайба түрінде кесіп аламыз. Кескен кезде ені 1-1,5 сантиметрдей кессеңіздер болады. Листқа пергамент қағазын төсеп, печеньені қойған кезде арасын алшақ орналастырыңыздар. 180 градус қызып тұрған пешке 15-20 минут қысаламыз. Бізде осындай американдық печенье дайын болды. Дәмі деген керемет. Өзім шоколадты қатты жақсы көретін болғандықтан маған өте ұнады. Осы рецептпен жасауға кеңес берем, себебі рецепт өте жеңіл және оңай жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.